Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін Отырар ауданы Көксарай елді мекенінде облыстық Аманат партиясының ұйымдастыруымен қоғамдық қабылдау өткізіліп жатыр. Көшпенді қоғамдық қабылдаудың пайдасы қазір барлық облыстағы, барлық басқармада жұмыс жасайтын қызметкерлер, департаменттерден осы халыққа қажетті деген барлық мамандық саласы бойынша да келіп халықпен кездесу өткізіп жатыр. Жалпы бұл біздің осы елдің мұң-мұқтажын тыңдау үшін осылай ұйымдастырылған үлкен шаралардың бірі деп есептейміз. Себебі қазір қарап отырсаңыздар, барлық үлкен қарияларымыздың өзі осы кісілермен кездесу оңайырақ болып отыр. Қай бағытта болсын, егін шаруашылығына байланысты, мал шаруашылығына байланысты, жалпы халықтың құжаттануға байланысты көптеген сұрақтарына, сауалдарына жауаптар алып, қанағаттанып, халық өздерінің ризашылығын білдіріп жатыр. Мен Көксарай бастауыш партия ұйымының төрайымы ретінде Аманат партиясының осындай жоғары деңгейде ұйымдастырған көшпенді мобильді қоғамдық қабылдауын қолдаймын. Ары қарай жалғасын табады деген сенімдемін. Осы бірлесіп халықпен бірге барлық басшыларды халықтың келіп кетуіне тиімді болу үшін, барлық жұмыстарын дер кезінде шешілу үшін ең игі оң бастама деп ойлаймын. Сол себептен еңбектеріңізге табыс тілеймін. Аманат партиясының жұмыстары алға баса берсін. Халықтың да белсенділіктері жоғары деңгейде екенін көріп отырсыздар. Сол себептен барлық жұмыстары оң нәтижесін береді деген ойдамын. Баршаңызға сәттілік. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын, ораза айы құтты болсын, наурыз мерекесі құтты болсын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін.